Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз генетикалық код, триплет, кодон, антикодон. Генетикалық код дегеніміз тірі организмдерге тән нуклеин қышқылдары молекуласындағы тұқым қуалаушы генетикалық ақпараттың нуклеотидтер тізбегі түріндегі бір тұтас жазылу жүйесі. Триплеттікті 1954 жылы орыс ғалымы физик-теоретик Георгий Антонович Гамов ашты. ДНК-ның 3 нуклеотиді бір амин қышқылынан кодтайды. Бұл қасиет ДНК нуклеотидтерінің бар жоғы 4 типін пайдаланып, амин қышқылдардың 20 түрін кодтауға мүмкіндік береді. Неге генетикалық код триплетті? Егер ДНК-ның 2 нуклеотиді бір амин қышқылын кодтаса, бұл амин қышқылдарының барлық 20 түрін жазу үшін жеткіліксіз болар еді. Дуплетті генетикалық код амин қышқылының тек 16 түріне жетер еді. Себебі 4-тің квадраты 16. Егер ДНК-ның 3 нуклеотидімен кодтаса, бұл жеткілікті болар еді. Себебі 4-тің кубы 64. Математикалық логика бойынша әрбір амин қышқылының 3 триплет 64 бөлінген 20 тең 3,2 кодтау керек еді. Шындығында олай емес. Бір амин қышқылын изолейцинді 3 триплет кодтайды, 2 амин қышқылын метионин мен триптофанды тек 1 триплет кодтайды, көптеген амин қышқылының 4 триплет кодтайды, бірде бір амин қышқылының 5 триплет кодтамайды. Серин, лейцин және аргининді 6 триплет кодтайды. Мына кестеде амин қышқылдардың кодтары және амин қышқылдардың 20 түрі көрсетілген. Геннің басталуы старт кодоннан басталады. Ол АУГ деп аталады. Кез келген ақуыз синтезі АУГ кодоннан басталады. Прокариоттарда формил метионин, эукариоттарда метионин кодынан басталады. Генетикалық кодтың 64 комбинациясының 61-і амин қышқылын кодтайды. Бұл триплеттер маңызды деп аталады. Ал 3 триплет нәруіздің аяқталуын кодтайды және тыныс белгілері нүкте, өттір, немесе жай кідіртпе кодондар деп аталады. Бұл 3 триплеттерді атайық. ДНК-дағы АТТ, АТЦ, АЦТ, немесе ақпараттық РНК-дағы УАА, УАГ, УГА. Жоғарғыда айтылғандай, ДНК мен РНК-ның 4 нуклеотиді бар. Яғни олар аденин, тимин, гуанин, цитозин. Бұл ДНК-да кездеседі. РНК-да тиминнің орнына урацил кездеседі. Енді, бағана жоғарғыда айтылғандай, ДНК-да 3 код жазылады. Оны біз триплет деп атаймыз. Ол 3 кодтан кодон кетеді және антикодон кетеді. Мысал ретінде аспаргин қышқылын алайық. Аспаргин қышқылының коды CTA. Оны ақпараттық РНК өзіне көшіріп алғанда, ол GAU болып өзгереді. Не себептен? Өйткені нуклеотидтер бір-біріне комплементарлы байланысады. Мысал ретінде аденин тек қана тиминмен байланысады, гуанин тек қана цитозинмен байланысады. РНК-да аденин урацилмен байланысады, гуанин цитозинмен байланысады. Сол себептен, мысалы бізде мұнда CTA болса, C-ға комплементарлы сәйкес келетін G, тиминге бұл РНК болғандықтан оған аденин келеді, және аденинге тимин сәйкес келеді, бірақ РНК болғаннан кейін бұнда урацил кетеді. Антикодон, яғни ақпараттық РНК ДНК-дан көшіріп алғаннан кейін, ол тасымалдаушы РНК-ға көшіріледі. Тасымалдаушы РНК өзіне сәйкестендіріп кодтап алады. Г-ға сәйкес С келеді, А-ға сәйкес У келеді, У-ға сәйкес А келеді. Осы кодты алғаннан кейін әрі қарай нәруіздің синтезі кетеді. Сонда бізде ДНК-дан ақпараттық РНК-ға келгенде, бұл бізде транскрипция деп аталады. Ал ақпараттық РНК-дан тасымалдаушы РНК-ға кеткенде, ол трансляция деп аталады. Транскрипция мен трансляцияға келесі видеоларда тоқталамыз.